отағасы келіп қалдыңыз ба? Жамай. Айша, гел отыр, айтатын шарға бар. Мына жуан қыл бүкіл елдің көзінше мені масқара қылып ұры деп. Алда-жалда бірдеме болатын болса, әкелетін болса, балаларға ие бол, өзің аманат. Ал сақтасын отағасы, не дейсің? Мынау жуан қыл деген ол маған жақсыға жақсылық жассаң, бүйірден тебет деген ол маған жуан қыл. Мен екесің ғой, бүкіл ауылда аралап жүресің. Жуан қыл, осы ата-бабамыз саған үйлендіріп, үй қып, үй салып беріп, жақсылыққа жасағаның осы ма? Кім айтты мен ұры деп? Бүкіл колхоздың малын қойып, алтын бермей отырсың ғой. Оттама. Қайда тығып отыр екенсің? Тап. Тыққан жерін тауып ал. Мен ұры десем. Мына шүберек жақсы екен. Аяқ, жол жүретін болды. Сене қасиетсіз. Айша, жан аяғына жалма. Айша. Аяғыма Маған жабсын. жуан қыл. Мен сені Сібірге айдатам. Сені Сібірге айдатпасам, жуан қыл атым орсын. Айша, балаларға ие бол, аманат балалар. Отағасы. Уайдаңыз бәрі жақсы болады. Әлі әкем ақталып шығады, көресіңдер. Күн бұлттанып, ауылда ауыр тыныштық орнаған. Үйдің ауласында Шерханның анасы Айша күйбеңдеп жүреді. Кенет сырттан ат тұяғының дүбірі естілді. Қақпа сарт етіп ашылғанда қара киімді адамдар көрінді. Шерхан! Шерхан есік алдында тұрған. Қолындағы бір уыс топырақ тұқалап анасына бір қарады. Айша жүрегі шым етіп бірден сезе қойды. Жамандықтың лебесіп тұр. Шерхан, жинал, біз сені тергеуге аламыз. Не болып қалды? Не болып жатыр? Қайда алып барасың баламды? Оның ешқандай жандығы жоқ. Анаш мойындамас, мен әлі келем. Балам, құдайым-ау, балам. Көше Бұл сұрақтарды қандайға жазғаным не, балам? Құдайым-ау. Айшаның көзіне Шерханның кішкентай күніндегі бейнесі келді. Дегенде ол сәби емес, тағдырдың қатал сынына бетпе-бет келген азамат еді. Бұл кім? Менің ашыңызшы. Мен баламды көруім керек. Ол еш күнәсіз. Күнәлі ма, күнәсіз ба, оны басқа шешек. Ол әлі кішкентай ғой. Мен оған нан әкелдім. Жоқ, тамақ алуға рұқсат жоқ бізде. Құдайым-ау, Шығыңыз. сендерде мерім деген бар ма? Тым болмаса киімін жеткізіп беріңіздерші. Жарайды. Бір минутқа болсын көруге болады ма? Рұқсат, бір минутқа көріп шығыңыз. Балам! Балам, аманбысың, балам? Аманмын. Балам, жағдайың жақсы ма? Я, жақсы бәрі. Қорықпа, сен мықтысың. Болды, жоқ, шығыңыз. Қайда жау емес. Қайда жау емес. Құдайым-ау, құлыным-ау, не жазығым бар? Кімнің қандай жазығы бар? Сені де алып кетті, әкеңді де алып кетті. Халық жауы дейді. Жау дес, ол әлі кішкентай бала ғой. Оның жазығы кішкентай бала болып туылғаны ма? Жоқ. Мен жыламаймын. Мен мықтымын. Шерхан, сен ораласың. Сен мықтысың. Мен сені күтемін, балам. Сен қайта ораласың. Мен саған жетемін. Сен менің үмітімсің. Сен маған қайта ораласың, балам. Шерхан ауыл шетіне таянғанда жүрегі шымырлап қоя берді. Көз алдынан балалық шағы, анасының мейірімді жүзі, туған үйінің босағасы елестеді. Күн еңкейіп көкжиек қызыл күрең шапаққа боялған. Самал желмен бірге даланың таныс иісі мұрнына келді. Ол баяу басып үйіне жақындады. Ескі қақпа сол алдында тұр. Үй іші күңгірт. Пештегі от әлсіз жылайды. Айша босағада отырып терең ойға шомған. Көз алыстан бір нәрсені күткендей сыртта жел уілдеп тұр. Кенет есік қағылады. Жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдейді. Ауыр қадамдар жақындап, есік қайта қағылады. Айша әлсіз. Құдайым-ау,
Балам, Апа, балам, келдің ба аман есен? я апа бармын. Балам, Аллаға мыңда бір шүкір балам. Аман есен тірісің ғой, мен сендім. Мен білдім сенің келетініңді. Апа, енді мен ешқайда кетпеймін, апа. Сені ешқайда жібермеймін. Ешқашан ешқайда кетпеймін, Балам, апа. мен осы біліп едім сенің келетініңді. Ешқашан үмітімді үзбер едім, балам. Балам, менің жүрегім енді тыныш. Енді маған еш нәрсе де қызық емес. Біз екеуміз енді мәңгі бірге боламыз, балам. Бұл ана жүрегінің сабыры таусылмай күткен сәті. Үмітінің орындалған кез еді. Түнерген көңіл сейіліп, үйдің ауласы қуанышқа, мейірімге толды. Қара шаңыраққа оралған перзенттің табаны туған жердің қайта басқанда, барлық сағыныш өз орнын тапқан.